Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұп-жұмсақ осындай шелпектің рецептімен бөлісемін. Бізде оңтүстікте жет нан, құдай нан деп аталады. Кейбір аймақтарда бұл басқаша жасалуы да мүмкін. Қазір сіздерге өзімнің рецептімен бөлісемін. Ең бірінші каналға тіркеліп алыңыз. Таза ыдысымызға жылы сүт, жылы су барлығын құямыз. Мөлшерін төменге описание бөліміне жазамын. 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа және де 3 ас қасық қант салдым. Егер тәтті болғанын қаламасаңыз, қант салмауға да болады. Және де үстінен 5 грамм дрожь салдым. Дрожьдің срогі өтіп кетпеген жақсы түрін пайдаланыңыздар. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл жерде сүттің құрамы өзгергендіктен менде кішкене ашыған сүт болды, сондықтан аздап осындай іріп кетті. Ол ештеңе етпейді. Електен өткізілген ұнды салып, жақсылап тұрып қамырымызды қолдың көмегімен илейміз. Қолмен илеген кезде қамыр қатты болмау керек, тастай қатты болып қалмасын. Сұйық қамырда болып қалмау керек. Осындай жан-жақтарындағы ұндарын бәрін толықтай қолмен илейсіздер. Үстіне 20 граммдай сұйық май құясыздар. Сұйық майдың орнын сары маймен де алмастыруға болады. Осы майы ерігенше толықтай осылай илейсіздер. Келесі кезекте осылай илеп болып, бетін жауып 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. 1,5-1 сағаттан кейін осылай толықтай көтеріліп шықты. Енді осыны қазір кішкене күлшелерге бөлеміз. Бұл жерде 14 штук шығады. Мен 2 еселеп жасап жатырмын. Қараңыздар, енді қамырымызды дөңгелетіп алғаннан кейін оқтаумен және де ұн себе отырып осылай қамырды жаямыз. Қамыр жұп-жұқа болып қалмасын. Ол піскен кезде жұқа қамыр қатты болып қалады. Орташа көлемде болған дұрыс. Бетін жауып 15 минутқа қалдырасыздар. Сол кезде сіздің қамырларыңыз ісініп әдемі болып көтеріледі. Және де піскен кезде ол жұмсақ болып пісетін болады. Осы ең маңыздысы. Дөңгелетіп жайып алғаннан кейін қамырыңызды бөлек жаңағы мата дастарханға бетін жауып қалдырасыздар. Сол кезде сіздің шелпектеріңіз ісініп әдемі және де үзілгенде де жұп-жұмсақ болып пісетін болады. Көріп тұрғандарыңыздай майды қыздырып, екі жағын ауната отырып, осылай пісіріп аламыз. Осымен біздің шелпектеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы шелпектің рецептімен қант қоспай нанды да жасауға болады. Баршаңызға ас болсын. Видео ұнаса, төменде поделиться бөлімін басып, WhatsApp желісінде группаларға, чаттарға бөлісіп қойыңыздар. Каналға тіркелмесеңіз, міндетті түрде дәл қазір тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта керемет жаңа жылдық салаттардың, басқа да ыстық тағамның рецептімен бөлісемін.